Қайсты қай уақытта істеген абзал? Ең керекті кісі кім? Ең керекті іс не? Патша осы үш сұрақты ойланды. Жауабын тапқан адамға мол сый беремін деп жар салды. Бірақ дәлел айтқан ешкім болмады. Бір айтты: күн сайын, жұма, ай сайын қылатын істі күні бұрын реттеп жазып қою керек деді. Ал екіншісі: онан түк пайда жоқ. Не кез боларын қайдан білесің? Орынсызға өре болмай, ең керекті іс кез болғанда алды-артын байқап ойланып іс қылу керек деді. Үшіншісі: патша қанша ойлағанмен қате қылуы мүмкін. Ондай іс кез болғанда білімділерді жиып кеңесу керек деді. Төртіншісі: кейісте кеңесуге уақыттар болады. Онанда күні бұрын ғайыпты білетін бақсыны тыңдап соның ақылымен жүру керек деді. Ең керекті кісі кім деген сұраққа да әртүрлі болжау айтты. Біреулер уәзір деді, біреулер молда деді, доғдыр, әскер деп тағы қосты. Ең керекті іс қай істегенде оқу, соғыс үйрету, Құдайға құлшылық қылу деп тағы тартысты. Ешбір жауапқа патшаның көңілі толмады. Шаһарға жақын маңда бір қария бар еді. Ағаш егіп бақташылық қылатын. Патша содан ақыл сұрамақшы болды. Келсе ол ағаш егетін шұқыр қазып жатыр екен. Хан үш сауалды қойып еді. Қария ханның сөзіне жауап қайырмай күрекпен топырағын лақтыра берді. Патша қарттың шаршағаны сезіп: күректі маған беріңіз, біраз болсайын деді. Патша 3 сағат жер қазды. Күн батуға таянғанда әбден шаршап, қолындағы күректі тастады да: ақсақал, сұрағыма жауап бермейтін болсаң, мен қайтайын. Күн кешкіріп қалды деді. Сонда қарт көз ұшында бір кісі жүгіріп келеді. Кім екен деді алысқа қарап. Расымен де бір қолымен бүйірін ұстап біреу келеді екен. Патшаның алдына жеткенде жығылып құлады. Бүйірден қан саулап тұр. Патша жарасын сумен жуып, белбеуімен таңып, әзер дегенде қанын тыйды. Сосын көтеріп төсекке жатқызды. Жаралы ұйықтап кетті. Патша да әбден шаршапты. Жерге жантая кетті. Таң ата бірақ оянды. Жаралығы қарап еді, ол басын әрең көтеріп: әй патша, мені кеш деді. Не үшін? Сен менің әкемді өлтіртіп, малымды алғансың. Кегімді аламын деп жолыңды тосып едім. Қабыда күзетке жолығып жараландым. Сен жарамды таңбағанда өлетін едім. Жақсылығыңды ұмытпаймын. Қаласаң адал қызмет етейін деді. Патшаның көңілі жібіп: сен де мені кеш, малыңды түгел қайырам. Қазір дәрігер жіберіп, сарайға алдырып қараймын деді. Сосын қарияға қарап: менің 3 сауалыма не айтасыз деді. Сонда қарт тұрып: жауабын алдын ғой деді. Қалайша? Кеше маған болыспағанда ерте қайтар едің. Мынау сені жолда өлтірер еді. Сондықтан мезгілінде істеген абзал ісің маған болысқан кезің. Сол сәтте маған ең керекті кісі сен болдың. Сенің көмегіңе мен мұқтаж едім. Ал ең керекті іс жаралының жарасын таңған сәтің. Жәрдем қылмасаң, мынау тірі қалып бұлай тәубе етпес еді. Сондықтан жаралы үшінде ең керекті уақыт пен ең қажет кісі сен және осы сәт. Тірі кезінде адамның еркіндігі өзінде болады. Кеше сені мың жерден тәкаппарлық пен жалқаулық кері тартып тұрса да, ерік қалауыңды күштеп маған болыстың. Сол сәтте ең керек адамға айналдың. Ең керек істі жасадың және дер шағында көмек көрсеттің. Соның арқасында дұшпаның досқа айналды. Кегі тарқап, жүрегі жұмсарды. Енді ол да өзгеге жақсылық етуді міндет санайды. Есіңде болсын тақсыр. Адамның мойнындағы шын міндеті біреуге жәрдем ету. Біреуге жәрдем еткен сәтте ол ең керек адамға айналады және Құдай сүйген ең керек істі жасайды. Ал ең қажетті уақытты білек түріп, шешім қабылдаған сәтінде ғана өзі таңдайды деген екен.